Тұрысбек Сөкетаев, Жел қайық романы. Өтімді тавар. Тұрар ауылда жүргенде де араққа ары кет емес болатын. Салынып ішуден аяқ тартатын. Өзі жылауық бала еді, ит қапқан соң не сорым демекші. Қалаға келіп еркіндікке күмпете қалған соң аттың басын қоя берген. Әуелгіде радиацияға ем болады екен деп өзін алдарқатты. Оған көкірек түбіне қара тас боп шөккен қасірет күйігі қосылды. Кім үшін өмір сүрем? Ең болмаса арақтың рахатын көріп өлейін деді. Бірте-бірте бойын арақ жеңіп, қол-аяғы селкілдеп, таң атпай сырахананың алдында тұратын қаланың кәдімгі алқашына айналған. Жеңіл желпі болмаса қатты қайырым жұмысқа денсаулығы жарамайды. Күзетші кондуктор боп істеген жерлерінде бір ай жартайдан арыға тұрақтамайды. Маскүнемді кім керек қылсын? Чернобыль апаты түгіл одан арғыға қатыссаң да аулақ деп қуып шығады. Жалғасы YouTube каналда.